Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осылай өте әдемі көрінетін әрі көпшіліктің көңілінен шығатын алатау деп аталатын дәмді салаттардың бірін жасаймыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп өтіңіз. Ал енді салатымызды жасаймыз. Ең алдымен колбасамызды осылай дөңгелек етіп турап, және ортасынан тура 4 бөлікке бөлеміз. Сол кезде әдемі көрінеді. Негізі бұл салатқа етті пайдаланса, одан да дәмдірек болады. Алайда өз қалауыңызбен колбасамен жасадым. Колбасаны ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте ірімшік, яғни сыр. Сырды биігірек алған дұрыс. Менде осындай жалпақ сыр болғандықтан осылай пайдаландым. Сол биігірек 4 бұрыш болса, сыр әдемі көрінеді. Мен осылай шетінен алып, осындай шағында 3 бұрыш еттім. Егер үлкен сыр болса, сізде дәл осы күйде турап, 3 бұрыштап үлкенірек қып турасаңыздар, өте әдемі көрінетін болады. Сырды да ыдысымызға салып аламыз. Келесі кезекте салат жапырағы. Салат жапырағы менде қатты көп болмады, сонда да қостым. Оны да өте сақтап жібермейсіздер. Дәл ортасынан осылайша турап, үстінен сәл-сәл бөліп жібересіздер, немесе пышақпен, маңызды емес, қолмен үзіп сала берсеңіздер де болады. Сондай-ақ помидорымызды да тураймыз. Осындай ортасынан бөліп, керек емес қатты жерін алып тастаймыз. Және де дәл видеодағыдай жартылай осылай турайтын боламыз. Келесі кезекте тұздалған қияр. Оны дүкеннен арнайы кішкентай арнайы қияр салсаңыздар өте әдемі көрінеді. Алайда мен өзім үйде өзімнің жапқан қиярымды пайдаландым. Осылай тұздалған қиярды үлкен салсаңыздар, дәл мен секілді тура ортасынан 3 бұрыштап бөліп осылай турайсыздар. Оны да ыдысымызға саламыз. Осындай өрілген чечил қажет болады. Чечилді ашып аламыз, және бізге қажетті мөлшерде. Мен барлығында шамамен көз мөлшермен 3 жерге қоятындай етіп жасадым. Сіздер егер қажет болып жатса, одан да көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Чечилді барынша осылай жіңішке етіп тарамдап алсаңыздар жақсы болады. Және осы жасап алған чечилімізді сақтап турап салаттың ішіне саламыз. Сондай-ақ қалған чечилді дәл жаңағылай арасын ашып тарамдап, ең соңында салаттың үстіне әсемдік ретінде оформленияға қоямыз. Ең соңында осылай бетіне салатымызға майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салатқа тұз қоспаймыз, себебі соленый тұздалған қиярымыз бар. Және майонезбен өзінің дәмі келетін болады. Маған салат жапырағы аз болып көрінгендіктен мен осындай шамалы үйде петрушка бар, соны сағықтап турап қосып жібердім. Барлығын тағы бір араластырып, тәрелкелерге орналастыра берсеңіздер болады. Және ең соңынан осылай бетіне жаңағы тарамдап дайындап алған чечилімізді қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Назар қойып қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.